Белсендірілген көмірдің пайдасы. Маған тіркеле кетіңіздер, пайдалы ақпараттар айтатын боламын. Белсендірілген көмірдің ұнтақталған түрі болады. Әрбіріміздің дәрі қобдишамыздан табылатын бұл дәріні 3 жасқа дейінгілер мен жүкті әйелдерде қолдануға болады. Негізінен бұл ағзаны уыттан тазалау үшін ұсынылады. Әсіресе асқазан, ас қорыту, ішек және бауырды тазалау үшін ішу керек. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға және терінің саулығын жақсартуға септігін тигізеді. Іш қуысы ауырғанда, желденген кезде, қыжыл пайда болғанда, жүрек айнығанда, ішек ауруларында, тері бөрткенде, шаш пен тырнақтың саулығын жақсартатын мақсатында ішу ұсынылады. Ағза тазалықты қажет еткен қалай білеміз? Егер ағза шлакқа толса, мына белгілер орын алады. Аллергия жиі шалдығу, созылмалы шаршау, бас сақинасы мен бұлшық етінің ауруы, бетке бөртпе мен безеу басу, лоқсу, құсу, ас қорыту жүйесінің жұмысын нашарлау, ауыздан жағымсыз иіс шығу. Міне осы белгілер асқазанның шлакқа толғанын хабарлайды. Артық заттан тазалау бірнеше аптаға созылады. Бастысы қай ағзаны қалай тазалау керектігін анықтап алу керек. Егер белсендірілген көмір шамадан артық ішсеңіз, витаминозға шалдығу қаупі бар. Дәріні бүтіндей емес, ұнтақтап қолдану тиімді әрі пайдалы. Жалпы ағзаны тазалау үшін салмағыңызға қарай есептеп аласыз. Мәселен, 10 келіге 1 дана таблетка жетеді. Айталық, 50 келі шығатын сізге 5 дана дәрі керек. Оны жақсылап ұнтақтап алып, 1 стақан сумен араластырып ішесіз. Нәтижесінде екінші күні ақ белгілі болады. Сусынды көбірек ішіңіз. Тәулігіне 2-2,5 литрі сұйықтық ішуге әдетке айналдырыңыз. Судың орнына газдың демделген шай мен қантсыз морс немесе нәр сумен араластыруға болады. Ем кезінде тұтынатын тағамдарды бұқтырып немесе буға пісіріп жеу керек. Ал ащы әрі қуырылған тағамдарды шектейсіз. Іштегі пайдалы бактериялардың орнына сүт өнімдерін толтырып отырыңыз. Алкогольді ішімдікті құрамында никотин бар темекіні үзілді кесілді ұмытыңыз. Яғни бірден бәрін тастап кету қиын десе де күн көлемін азайтып отырсаңыз, бір айда өзіңізге артық жүктеме денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан шектен шықпаңыз. Саулығыңызды арттыру үшін таза ауада жаяу жүруден бастаңыз. Бауырды тазалау үшін бауыр ағзаның сүзгісі қызметін атқарады. Сондықтан да барлық шлак, улы заттар бауырға келіп түседі. Бауырдың жұмысының бұзылуы алдымен қанға зиян. Қан арқылы бүкіл ағзамызды улайды. Осы жайсыздықтың алдын алу үшін бауырды тазалауды бастаймыз. Дәріні аш қарынға ішесіз. Артынан көп көлемде су ішіңіз. Бірнеше күн 1 данамен шектелесіз. Күн сайын 1 данадан қосып отырыңыз. Дәріні ішкен соң 2 сағат өтпей тамақтануға болмайды. Емделу мерзімі 2 апта. Ал 3 айдан соң тазаланудың тағы 1 рет қайталайсыз. Ішекті тазалау үшін сізге 10 күн уақыт керек. Ішекті тазалау үшін күніне 2 рет дәрі қабылдаймыз. Ішекті тазалап болған соң биофидо лактобактерияны қалпына келтіруге ұмытпаңыз. Ол үшін дәрігермен кеңесіп отырып қажетті дәрумендерді тағамдарды тұтынасыз. Осыдан соң асқазанның ауырлығы мен іштің айналасының ауырғаны басылып, иммундық жүйеңіз нығаяды, әрі физикалық белсенділігіңіз артады. Аллергияны емдеу үшін белсендірілген көмірді тазалану үшін ғана емес, аллергиялық ауруларды емдеу үшін қолдануға болады. Мәселен, мезгілдік аллергияны емдеу үшін 2 дана дәрі ішесіз. Тісті ағарту үшін уақыт өте тісіміздің түсі өзгереді. Оны қалпына келтіріп ағарту үшін белсендірілген көмірдің көмегімен жүгінген жөн. Тіс пастасын щеткаға сығып алып, бетіне ұнтақты сүйіп, тісіңізге жуасыз. Пайдаңызға жараса маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз.